Сәлем достар, бүгін біз әріптесім Ақтоқын дәрігер екеуміз қаланың ортасындағы Айдана Плаза деген қонақ үйге үлкен конференцияға келді. Конференцияда өте керемет жерде өтті. Бұл қонақ үйде бұрын да келгенмін. Осы жолы да бір керемет атмосферада бізге кофе-брейк тамақтандырды. Кішігірім жұмыстан шығып шаршап барғанда кішкене әлденіп алып білім алуды бастадық. Бізге білім беріп атқан біздің профессорларымыз, өзіміздің жергілікті Сәуле Райымбековна бастаған профессорлары командасы және Ресейден келген профессор Жиров. Қант диабеті, кардиометаболизмдік синдром туралы көптеген ақпараттар, соның патогенезі, емі туралы ақпаратты профессор Жиров ақпараттармен бөлісті, қалай емдеу керектігін әдістерімен де бөлісті. Конференцияда көптеген пайдалы ақпараттар алып, білімімізді ары қарай жетілдіруге үлкен үлесін қосты. 5 сағаттық конференцияда өзімнің әріптесім әрі сокурсницамды көріп қуанып қалдым. Ақмарал Орынбасар қызы, эндокринолог, Тараз қаласынан арнайы келген екен осы конференцияға. Кезінде Таразда бірге жұмыс жасағанбыз. Осындай үлкен конференцияларды бір-бірімізді көріп қалғанымызға қуанып, жақсы білім алып, керемет уақыт өткіздік. Дәрігер өмірінің соңына дейін оқиды деген рас. Әлі де оқып жатырмыз, оқи береміз. Білімімізді жетілдіру ол біздің парызымыз. Сондықтан кез келген жаста оқу, кез келген уақытта оқу ол ешқашан да кеш емес. Сондықтан білім алуды тоқтатпауымыз керек. Білім алу біздің білімімізді жетілдіру, біліктілігімізді жетілдіруге үлкен үлесін қосады осындай конференциялар. Конференцияның соңына қарай бізге арнайы сертификаттармен марапаттады. Соны ала салып мен үйге қарай асықтым. Өйткені бала-шағама ертерек тамақ беру керек, ертерек ұйықтату керек деген сияқты жұмыстарымыз бар. Сонымен қаланың орталығынан қаланың шетіне қарай ертерек қайтуға асығып үйге қайттым. Сіздерге арнайы түсірілген видеом ұнаса лайк басып, менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Келесі видеода жолыққанша аман есен болыңыздар.